Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сатылымдағы мұздай көженің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл көже өте пайдалы, әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бүгін мен осындай сары жүгеріден және перловкадан жасайтын боламын. Бір пиалайдан сары жүгеріден және де перловкадан бір пиалай алып жасайтын боламын. Қалауыңызша бидай және де күріш, тары қосып жататындар да бар. Қалауыңызша өзгерте берсеңіз болады. Дәнді дақылдарды қосып азайта берсеңіз болады. Және көлемін дәл осылай болуы міндетті емес. Қалауыңызша көбейтіп азайтуға болады. Жақсылап жуып алатын боламыз. Осылай мөлдір таза болғанша жуып, суын төгіп, үстіне қайнап тұрған суымызды бетінен сәл асырып құйып шығамыз. Және бетін ыдыспен жауып, суығанша шамамен жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Сонда біздің перловка мен жүгері шамалы пісіңкіреп тұратын болады. Осылай жарты сағат өткеннен кейін барлығын суын төгіп, бір ыдысымызға барлығын салып алатын боламыз. Ыдыс таңдаған кезде міндетті түрде үлкендеу ыдыс алыңыздар, себебі бізде қазір қайнау барысында жүгері мен перловкамыз үлкендеу көлем беретін болады. Суын да қалауыңызша көбірек құйсаңыз болады. Мен шамамен 2,5-3 литр шамасында су құйдым. Және де қайнап шыққаннан кейін егер сізге сұйықтығы ұнамай жатса, қою болып жатса, тағы да қосып азайтуға болады. Газдың отын қатты отқа қойып, бетін қақпақпен жауып, қайнап шыққанша күтеміз. Осылай қайнап шыққаннан кейін қақпағын ашып, бетінде көбіктерін алып тастайтын боламыз. Бұл көбікпен бірге бізде қажет емес мусорлар, қандай да бір қабығы, қалдықтар шығуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде көбігін алып тастаймыз. Осылай қайнап шыққаннан кейін татымына қарай тұз саламыз. Мен біраз қасық салдым. Осылай жақсылап қозғап жеріп, бетін жауып, 1,5-2 сағат шамасында жай отта қайнатып алатын боламыз. 2 сағаттай уақыт өткеннен кейін біздің перловкамыз бен жүгеріміз осылай әдемі болып пісіп шығады. Енді толығымен суытып аламыз. Осылай толық суығаннан кейін жақсылап араластырып, байқасаңыз біздің жүгеріміз бен перловкамыз қою, әдемі болып шықты. Енді үстінен айранымызды сүзгіден өткізіп қосатын боламыз. Егер сізде айран баклажкада тұрған болса, онда сол күймен баклажкамен бірге жақсылап шайқап қосып жіберсеңіз, бірдестен қосып жүрсеңіз де болады. Менде бүгін қолдың айраны үйде айтылған айран болғандықтан, осылай ситадан өткізіп, бір келкі етіп өткізіп алатын боламын. Қалауыңызша осылай сүзгіден өткізу міндетті емес. Қалауыңызша жай ғана қоссаңыз да болады. Бірақ осылай сүзгіден өткізетін болсаңыз, айраныңыз ішінде іртік, комочек сияқты болып жүрмей, бір келкі әдемі су сияқты болып шығатын болады. Міндетті түрде осылай жасап көруге кеңес беремін. Және де осы жерде көптеген қыз-келіншектер құртты да қосып жатады. Қалауыңызша құртты да қосуға болады. Мен бүгін құрт қоспадым. Егер құрт қосатын болсаңыз, бидай мен жүгеріні немесе арпаны жібітіп суға жібіткен кезде, сол кезде құртты да жібітіп қоятын боласыз суға. Сонда сіздің тамағыңыз осылай жүгеріңіз, бидайыңыз пісіп болғанша құртыңыз да дайын болып тұрады. Құртыңызды езіп, осының үстінен қосып жіберетін боласыз. Менде қоюлығы шамалы қатты қоюлығы болды. Сол себепті мен шамалы тұз және де шамалы су қостым. Осылай шамалы қосып, араластырып, татымына қарай өзгерте берсеңіздер болады. Сұйықтығы маған осындай қоюлықта ұнады. Менде балдар жейтін болғандықтан шамалы қоюлығы қылып істедім. Бізге осылай түрі ұнайды. Қалауыңызша суды да айранның көлемінде өзгертіп қоса беруге болады. Мен осыған 1 литр айран құрттым. Қалауыңызша көлемін ұлғайтып немесе азайта берсеңіздер де болады. Бұндай мұздай көжені салқын қылып жасап қойып, тоңазытқышта бірнеше күн ұстауға болады. Өте керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрметті көрермендерім, менің видео рецептім сіздер үшін ұнаған болса, егер каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, комментарий қалдырып кетуіңізді сұраймын. Және де осындай пайдалы рецепттермен жақындарыңызбен бөлісіп жүріңіздер. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.